Әділ қоғам мәдени-ағартушылық жобасы аясында Ұлы дала әдебі атты көрмесі өтуде. Бұл жоба сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен ЮНЕСКО аясында мәдениеттер жақындастық орталығының бірлескен бастамасы. Жобаның мақсаты қазақ мәдениетінің рухани негіздерін терең зерделеу. Көрме экспозициясы қазақ өмірінің философиясын ашып көрсетеді. Көрме кешегі, бүгінгі және болашақ үзілмейтін этикалық желі ретінде көрініс табады. Бұл көрменің өзегінде халқымыздың адамгершілік бейнесін ғасырлар бойы қалыптастырған ар-ождан, әділдік пен адалдық сынды мәңгілік құндылықтар жатыр. Көрменің жетекші желісін қазақ болмысының рухани қуатын бойына жинаған дара тұлғалардың портреттері құрайды. Эпикалық кейіпкерлердің, ойшылдардың, ақындардың және қарапайым көшпенділердің бейнелері біртұтас баяндауға айналып, халықтың шежіресін өрбітеді. Табиғатты тамашалау терең этикалық мазмұнды жеткізетін белсенді бейнелеуге айналған. Бұл туындылардан жердің тынысы, көкжиектің мәңгілігі, ар-ождан бастаулары пісіп жетілетін дана үздіксіз сезіледі. Табиғат адамды тек қоршап қана қоймай, сабырға, төзімге, қабылдауға және ең басты өзіңді шыншыл болуға үйретеді. Қадір қасиетке, сабырға, күшке және шындыққа толы бейнелер арасында ұлы дәстүр қайта тіріледі. Ол бізге ар-ождан, намыс пен адалдық тек өткеннің даңқы емес, болашаққа апарар жол деп ескертеді. Выставка «Этика Великой Степи» проходит в рамках культурно-просветительского проекта «Справедливое общество». Этот проект является совместной инициативой Агентства по противодействию коррупции и Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. Он направлен на глубокое осмысление духовных основ казахской культуры. Выставка через произведения искусства раскрывает философию казахской жизни, в которой прошлое, настоящее и будущее образуют непрерывную этическую линию. В центре внимания вечные идеалы честности, справедливости и внутренней неподкупности, которые веками формировали нравственный облик народа. Ведущую линию выставки составляют портреты выдающихся личностей, хранящих в себе духовную силу казахского характера. Художественные образы героев, философов, поэтов и простых кочевников сливаются в единое повествование, повесть о народе, для которого истина и совесть были важнее выгоды, а слово священнее меча. Созерцание природы становится на выставке не фоном, а активным носителем этического содержания. В этих картинах дыхание земли, вечность горизонта, мудрое безмолвие, в котором зреют истоки совести. Среди образов полных достоинства, покоя, силы оживает великая традиция, напоминающая, что совесть, честь и честность не просто доблестное прошлое, а путь в будущее.